Assalamualaikum, құрметті алаш жұрты. Осыған дейін хабарлағанымыздай, бүгін Қазақстан Республикасының президент әкімшілігіне кездесуге барып қайттым. Мені қабылдаған Андабеков Шыңғыс Әбдіқадыр ұлы деген ағамыз болды. Сол кісі қабылдады. Ол кісі инспекциялық әдістемелік жұмыс секторының меңгерушісі екен. Қазақстан Республикасының жаңағы президент әкімшілігіндегі. Өздеріңіз білгендей, осыған дейін мен ауыл әкімдерінің құзыретін 3 бағытта кеңейту туралы ұсыныстар айтып келе жатырмын. Президент әкімшілігінің жетекшісі Олжас Бектенов мырзаға хаттар жазып, ол қайсы? Біріншісі, ауыл әкімі ауылдың өз жерін өзі басқару керек, ауыл әкімі басқару керек. Екіншісі, мемлекеттік бюджетті өзі басқарып өзі игеру керек. Үшіншісі, берілетін субсидиялар мен жаңағы мемлекеттік жеңілдіктердің бәрін ауыл әкімі ауылдық кеңес пен кеңестің мақұлдауынан өткізіп, өзі басқаратын жүйені енгізу туралы ұсыныс айтып келе жатырмын. Мен хаттар жазып келе жатырмын. Сол хаттарымның көбі мынау ауыл шаруашылығы министрлігіне, ұлттық экономика министрлігіне және сауда интеграция министрлігіне жолданып жатқаннан кейін сол хаттар есіне тимей жатыр ма деп тағы да қайтарып хаттар жазған болатынмын. Осыған байланысты Олжас Бектенов мырзаның және президенттің кеңесшісі, жаңағы хаттарды бақылау бөлімінің жетекшісі Қанатбек Жайсаңбаев мырзаның қабылдауын сұраған болатынмын. Бүгін сол Қанатбек Жайсаңбаев мырзаның тапсырмасы бойынша мені Андабеков Шыңғыс ағамыз қабылдады. Өте жақсы әңгіме болды. Қабылдауға ұлттық экономика вице-министрі жаңағы Бауыржан Омарбеков мырза келіп қатысты. Үшеуміз әңгімелестік осы мәселелер туралы. Енді Құдайға тауба, сол жердегі отырған азаматтарға рахмет, ризамын. Менің хаттарым өзім діттеген жерге барып жатыр екен. Мысалы, мен 7 сәуірде осы Олжас Бектенов мырза қызметке тағайындала салып бір хат жазған болатынмын. Ол хатым сол Бектенов мырзаға тиіпті, Балаеваға тиіпті. Сосын ішкі саясат бөліміне жіберіліпті, сосын қоғамдық даму министрлігіне жіберіліпті. Есімде қалуынша ол хат мынау президентті халыққа жақындату мәселесін көтерген болатын. Президентті халықтан алыстатпаңыздар. Президент мынау ашық ойлы азаматтармен кездесу өткізіңіздер, ұйымдастырыңыздар деген бағытта болатын. Сосын 14 сәуірде бір хат жазған. Бұл мынау оппозицияны президенттің деңгейінде қабылдау өткізу. Оппозицияның серкелерімен, мүшелерімен, жаңағы оппозициялық бағыттағы саясаткерлерімен. Өйткені Жаңаөзендегі мұнайшылар келіп Астанада үлкен шу болды ғой. Оларды қамап еді, бүкіл Жаңаөзен көтеріліп шықты. Сондықтан осындай жұмыстарды істемесек бізде елімізде тұрақсыздық болады деген пікірді айтып, Бектенов мырзаға хат жазған болатынмын. Ол хатымда сол 14 сәуірдегі жазылған. Бектенов мырзаға тиіпті, одан Балаеваға тиіпті, одан Қаринге тиіпті, одан ішкі саясат бөліміне, одан қоғамдық даму министрлігіне жіберіліпті. Осыған байланысты, осы екі хатқа байланысты қоғамдық даму вице-министрі қабылдайды деп маған телефон келген болады. Мен ол қабылдауға барған жоқпын, себебі ақпарат және қоғамдық даму министрлігінің деңгейінде шешілетін дүние емес бұл. Бұл тек қана президенттің деңгейінде шешілетін мәселе болатын. Бұл бірінші. Енді негізгі тақырып ауыл әкімдерінің құзыретін кеңейту жағы. Осы бойынша мен 4 мамырда Бектенов мырзаның атына хат жазған болатынмын. Ол хатым Олжас Бектенов, президент әкімшілігінің жетекшісі қолына тиген. Сосын ол кісі Сүлейменовке бұйырған. Сүлейменов ол хатты 3 министрлікке жіберіпті. Ол қай министрлік? Ауыл шаруашылығы министрлігі, ұлттық экономика министрлігі және қаржы және интеграция министрлігі. Сосын 16 мамырда жазған хатымда Бектенов мырзаға тиіпті, ол Сүлейменовке тиіпті, одан кейін Ернар Баспаев мырза, ол кісі президент әкімшілігінің орынбасары, Сүлейменов Темір, ол бірінші орынбасары, одан қайттан Сүлейменовке тиіп, одан кейін барып жаңағы мемлекеттік басқару академиясына жөнелтіліпті. Демек, менің хаттарым діттеген жеріне жеткен. Енді арғарай ұсыныс жасаған президентке жеткізу туралы.
Ал ол жөнінде бұлар ештеңке айта алмады жаңағы Хандабеков Шыңғыс ағамыз. Өйткені оны сұрауға менің құзыретім жоқ дейді. Бірақ Бектенов мырзаға, Сүлейменовке бірінші орынбасары, одан кейінгі орынбасары Баспаевқа, Айда Балаеваға жетті. Бұл хаттардың бәрі 3 министрлікке жіберілді. Басқа да ведомстволарға жіберіліп жатыр, оны өтініштен көріп отырмын. Бірақ 3 министрліктің үшеуі де маған жауап берді. Мысалы, ауыл шаруашылығы министрлігінен 2 жауап алдым. Мысалы, өз жерін ауыл әкімі өзі басқару керек дегенге олар айтады, ауылда штат жетіспейді, штат дейді. Бұл сылтау емес. Егер ауыл әкіміне өз жерін өзі басқару туралы құзырет берілетін болса, оған штатты көбейту керек әрине. Бірақ онда ауыл шаруашылығы министрлігінің облыстардағы немесе республикадағы департаменттері бар ғой. Соның штаттарын кемейту керек, соның есебін ауылға беру керек. Оны шешуге болады. Бұл бір. Екіншісі жауабы. Президенттің тапсырмасы бойынша комиссия құрылып 9 рет біз талқыладық, келіп түскен өтініштерді субсидиялау жүйесін өзгерту туралы. Бірақ агробизнес өкілдеріменен жаңағы фермерлер қауымдастығы бұған қарсы болды деген жауап алдым. Ауыл шаруашылығы министрі, вице-министрі Ташреков мырзадан. Өте жақсы жауап. Демек, олар әрине қарсы болады. Себебі 30 жыл бойы жеп келе жатқан май шелпектерінен айырылайын деп тұрады. Сондықтан мен бұл фермерлер қауымдастығымен агробизнес өкілдері субсидия алмасын деген сөз жоқ. Бірақ ол басқа жақтан алу керек. Ауылға тіркелу керек, ауылдық әкіміне өтініш жасау керек, сосын ауылдық кеңестің бекітуімен барып субсидия ала берсін басқа жолмен. Мен осылай ұсынып отырмын. Жүйені өзгерту керек. Әйтпесе, президент айтты, 10% әрең жетіп жатыр деп өткенде үкіметтің жиналысында айтқан болатын. Сондықтан менің хаттарым жетіп жатыр екен. Анау тағы бір министрлік айтты, жаңағы бюджетті өзіне беру туралы экономика министрлігінің жауабы. Олар айтады, осындай бюджеттік кодекстің осындай бабында осылай жол қоймайды дейді. Мен айтам, біз ата заңымыздың өзін бір жылда 2 рет өзгерттік қой, жаңа Қазақстан құру үшін. Оның қасында бюджеттік кодекс деген не оны? Өзгертуіміз керек деген уәж айтып жатырмын. Сондықтан мен айтатын едім, менің жаңағы ауыл әкімдерінің құзыретін мен ұсынған 3 бағытта кеңейту, бұл осы 3 министрліктің маған жазған жауабымен шешілмейді, осы бетті қойып қойға болмайды. Егер осы бет қойып қоятын болса, біз онда мемлекетті тағы да сол жаңағы 30 жыл тонатамыз, тонатып кетті қой, тағы да тонатамыз. Сондықтан бұған мен президент әкімшілігінің басшысы Бектенов мырзада, оның орынбасарларда, мемлекеттік кеңесшіде бейжай қарайды деп ойламаймын. Олар бұны міндетті түрде қаперлеріне алып, мынау мәжілісте талқыланып жатқан жергілікті өзін-өзі басқару туралы заң жобасына енгізеді деген сенімдемін. Егер енгізбесе, онда олар да сол агробизнес өкілдерімен, немесе фермерлер қауымдастығымен сыбайлас деген сөз. Онда олар бұл өзі Құлыбаевтардың құрған операция бұл деген. Бұл деген жаңағы жемқорлық схема бұл. Біз бұл схеманы бұзуымыз керек. Осы жерде бір мәселе шығады президент. Бір нәрсені айта кетуіміз керек, президент үнемі айтып кетеді. Жауапкершілікті үстіне алмайды, шешім қабылдамайды деп. Бұның бәрі осы құзыретке барып тірелетін нәрсе. Әкімдердің құзыреті жеткілікті болу керек. Ода құзырет болмаса, ол қалай шешім қабылдайды? Өзі шешім қабылдамаса, ол қалай жауапкершілікті үстіне алады? Осы мәселе біздің реформамызда көрініс таппай қалған. Сондықтан ештен кеш жақсы, осы жолға заң жобасының аясына ендіріп жерсек, жаман болмайды. Құрметпен Ауыт Мұқибек, маусым айының 14-2023 жыл.